Сәлем достар, қайырлы күн. Сіздерді менің каналымда көргеніме қуаныштымын. Сіздермен бүгін осындай әдемі узормен тоқылған подставка немесе коверді тоқимыз. Бұл узор подставкаға да, коверға да, яғни немесе корзинаның түбіне де, яғни кез келген затқа жарай береді. Көріп отырсыздар, шеттерін бәрін арачный шақпен аяқтаған, яғни өте әдемі узор болып қалыптасады. Бұл шақты естеріңізде болса, мен пинетка тоқыған кезде қолданған болатынмын. Подставка кез келген деңгейдегі мастерлерге тоқуға арналған, яғни бұрыннан тоқып білетін және бастапқы тоқып келе жатырған мастерлер болса, яғни видеоны қарап отырып, бірге тоқып үйренуге болады. Мен бұл комплектке менде бір ғана жіп кетті, еще артылып қалды жіп. Негізі комплектті трикотажды жіппен тоқыған дұрыс, яғни трикотажды жіптен қалыңдау болып шығады. Ал қарапайым жіптермен тоқысаңыздар жұқа болып шығады да, жұмыс өте әдемі болып көрінбейді бізде. Мен мынадай трикотажды жіпті қолданған болатынмын. Бір моток жетеді, яғни бір комплектке. Бірақ енді сіздерде тоқыған размерлеріңізге байланысты. Егер үлкен размерде тоқысаңыздар, онда 2-3 моток кетіп қалуы мүмкін. Мен шағын ғана размерде, осындай размерде тоқыдым. Енді қалай тоқимыз? Естеріңізде болса, мен алдында бір мастер класс салған болатын подставкаға, сол кезде осы узорды қолданған болатынмын. Бұл узорды, мына подставкада мен тура сол узорды қолданам, бірақ екінші тәсілін қолданам. Бірақ сол узорды мен аста описанияға, видеоның описаниясын жазып кететін болам. Сол узорды қолданамыз да, ал шетіндегі узорларды қосатын болам. Мына жерден бастап мен уже әртүрлі узормен кететін болам. Ең соңында тек арачный шақпен аяқтайтын боламыз. Себебі арачный шақ подставкада әдемі болып көрінеді және подставканың тегіс болуына көмектеседі. Осындай бізге жіп керек трикотажда, немесе шнуровкамен тоқуға болады, 4 және 5 мм-лік. Және крючок керек, 3 размер, менде 5, 4,5 және 3,5. Яғни кіші размердегі крючоктар, одан кейін қайшыға жет бізге. Осы ғана инструменттер. Тоқып бастаймыз қазір. Маған өте ұнағаны бұл бесшовный тәсілмен тоқылады. Бүгін дөңгелек қылып тоқудың екінші тәсілін көрсететін болам. Алдыңғы мастер-класста бірінші тәсілін көрсеткен болам. 5 мм-лік крючокты аламыз. Яғни бұл мастер-класс 2 в 1, 2 мастер-класс бір видеода көрсетіліп тұр. Тура алдындағы мастер-класста көрсеткен тәсілмен 6 ілмек аламыз, амигуруми тәсілімен. Ілмек алып алдық. 6-шы ілмек. Көріп отырсыздар, бізде 5 өрім қалыптасады. 1, 2, 3, 4, 5 өрім қалыптасты. Енді көмекші жіптен сәл тартамыз. Енді бұл жолы қатты тартудан қажет жоқ. Сәл ғана тартып біріктірсеңіздер болады. Себебі соңында біз бұл тесікті кішкентай крючокпен қосымша бекітетін боламыз. Енді кругқа біріктіреміз. Жіпті сәл ғана тартып, соңғы өрімнен өткіземіз крючокты. Одан кейін жіпті, ілмекті сол ілмектен өткіземіз. Одан кейін бесшовный тәсілмен жұмысты осы сақинадан өткіземіз. Жұмыс тығыз болмас үшін шетінен тартып өткіземіз. Өткіздік, қосымша жіпті бөлек алып аламыз да, жұмыс жібінен тартамыз. Бұл тәсілде бізде уже қосымша жіптің қажеті жоқ. Тек жұмыс жібін ғана қолданамыз. Жұмыс жібінен тартып, білінбейтіндей қалып біріктіреміз. Одан кейін жұмысты қайттан тығыз болмас үшін сәл тартып осылай реттеп аламыз. Енді бізге
кіші миллиметр, 4,5 миллиметр крючок қажет. Осы бірінші өрімнен өткізіп ілмек алып аламыз. Одан кейін көтерме ілмек аламыз. Бір көтерме ілмек алдық. Енді әр ілмектен бізге 2 столбик без накида тоқимыз. Әр ілмектен 2 столбик без накидадан тоқып шығамыз. Міне көріп отырсыздар, бізде 1, 2, 3, 4, 5 қалды. 5-еуінен осы 2-2-ден алып шығамыз енді. 5 столбик без накидадан 2-2-ден аламыз. Яғни екінші қатарда бізде 12 ілмек қалыптасу қажет. 12 столбик без накида қалыптасу қажет. Бұл әдістің барлығы тура алдыңғы мастер-класста көрсеткенімдей. Крючок артында тура ортасынан өту керек. Егер түсінбей жатсаңыздар, алдыңғы видеоның описаниясында, осы видеоның астында описанияға алдыңғы мастер-класты салып қоямын. Содан қарап үйренсеңіздер болады. Тек бұл жолы қосымша жіпті емес, бастапқы, яғни ең басты жіпті қолданатын боламыз жұмысқа. Все, біз міне 12 ілмек алдық. Енді жұмысты біріктіреміз. Тура бесшовный тәсілмен жаңағыдай міне көріп отырсыздар да, 2 галочканың ортасынан жіпті өткіземіз. Жіпті тартып, тағы да реттеп аламыз да, осыдан сақинадан өткіземіз. Одан кейін жұмыс жібінен тартамыз. Жұмыс жібінен тартып, білінбейтіндей қалып, әдемі болып тұру үшін бізге білінбейтіндей қалып тартамыз. Қатты тартудың қажеті жоқ, себебі жұмыс тығыз болып қалыптасуы мүмкін. Енді бізге қосымша жіптен тартуға болады. Қосымша жіптен қатты тартып аламыз. Енді қараңыздар, біз ең кішкентай крючокты аламыз. 2,5 миллиметрмен де сіздер қалаған кішкентай размерлі крючокты алсаңыздар болады. Мұнда бізде әрбір ілмектен осы қосымша жіпті өткізіп шығамыз, чтобы мына бастапқы жұмыс бетінде тесік бітелу үшін. Әр ілмектен алып, осы жіпті өткізіп шығамыз. Бізде бірінші ілмек жерден аламыз. Қосымша жіппен жұмыс жасаймыз. Осы қосымша жіпті өткізіп шығамыз барлық ілмектен. Әзірше басты жіптің бізге қажеті жоқ. Тура осылайынан айналдырып шығасыздар. Кішкентай размерлі крючок алыңыздар, себебі жұмыс бастапқыда, осылай ортасында бастапқы кезінде тығыз болып қалыптасады, жіпті алу қиындау болып келеді. Осылайынан айналдырып бір круг жасасаңыздар болады. Негізі 2 круг жасау қажет. Бірақ бір кругтың өзінде де жетіп жатыр. Яғни жұмыс бетіндегі ортасындағы тесік бітелсе болды бізге. Көріп отырсыздар, менде уже бітелді, тесік жоқ ешқандай. Маған осы бір кругтың өзі жетеді. Енді
бізге бұл жіптің, қосымша жіптің қажеті жоқ, себебі дальше жұмыс жасауға кедергі келтіреді. Сол үшін оны қиып тастаймыз. Енді ары қарай басты жіппен жұмыс жасаймыз. Келесі қатарға өтеміз. Келесі қатар, үшінші қатар, қайттан 5 мм крючокты аламыз. Үшінші қатарда біз қалай тоқимыз? Бізде алдыңғы қатарда 2-2-ден тоқыдық та, енді осы бастапқы жіп шығып тұрған жердің алдындағы, соған жақын жердегі ілмектен жұмыс жібін өткіземіз. Бірден өткізіп, бірден көтерме ілмек алып аламыз. Енді кезектестіреміз біз жұмысты. Яғни бір ілмек, екі ілмек, бір ілмек, екі ілмек, столбик без накида, яғни бір столбик без накида, екі столбик без накида, бір столбик без накида, екі столбик без накида қылып кезекпен тоқитын боламыз. Бізде бір столбик без накида. Мына жерде екінші столбик без накида. Бастапқы жіп бізде бірінші көтерме ілмегіміз, алған жеріміз бірінші болып саналады. Енді екі столбик без накида тоқыдық. Енді қайтадан бір столбик без накида тоқимыз. Енді келесіден қайтадан екі столбик без накида тоқимыз. Яғни бір жерден екі столбик без накида. Тура осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңына жеттік біз. Естеріңізде болса, алдында біз бір столбиктен бастадық. Яғни көтермек бірінші болып есептеледі. Соңында міне бір жерден екі столбик без накида алып аяқтайтын боламыз. Енді кругқа біріктіреміз. Бесшовный тәсілмен біріктіреміз. Екі ілмектің ортасынан крючокты өткізіп, жұмысқа жұмыс жібін іліп аламыз. Одан кейін реттеп аламыз, жұмысты тығыз тартып. Одан кейін осы сақинадан жіптен өткіземіз жұмысты. Енді бас жіптен тартамыз, жіптен тарттық. Қатты тартудың қажет жоқ. Енді келесі қатарға өтеміз. Келесі қатарға өту үшін бізде екі ілмек, алдындағы екі ілмектің бірінші ілмегінен өткізіп, бір көтерме ілмек алып аламыз. Енді бұл қатарда қараймыз, біз екі ілмек алған жерден бір-бірден тоқимыз де, ал бір ілмек алған жерден біз екі столбик без накида аламыз. Яғни мына жерде бір-бірден, одан кейін екі-екіден біз біреу алдық, екіншісінен тағы да бір столбик без накида алдық. Міне. Енді келесінен бізде бір столбик без накида, біз содан екі столбик без накида алатын боламыз. Яғни бір жерден екеу алынған, екі столбик без накида алынған жерден біз бір-бірден аламыз да, ал бір столбик без накида алынған жерден екі столбик без накида алатын боламыз. Не, көріп отырсыздар? Тура осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Қайтадан бір-бірден аламыз мына жерден, себебі бізде екеу тұр. Бір-бірден. Енді екі столбик без накида аламыз, себебі бізде бір столбик без накида тұр. Енді тура осылай 5-ші қатардың соңына дейін, яғни 6-ші қатарға дейін тоқитын боламыз. Сол кезде кездесеміз. Міне біз 5-ші қатарда аяқтап қалдық. Маған осы көлем жетеді, яғни кішкентай размерге. Сіздер қалаған размерге тоқсаңыздар болады. Енді біз бұл жолы қалай біріктіреміз? Бесшовный тәсілмен емес, біз соңғы ілмектен өрімнен өткізіп, ілмекті сол өрімнен өткізіп аламыз. Осы ілмектен сәл тартып, жұмысты тегістеп аламыз. Ілмектен сәл тартамыз. Мына жерден крючокты өткізіп, ілмекті іліп аламыз. Одан кейін жіпті іліп, жұмыс бетіне шығарамыз. Осы екеуінен. Міне, біз кругқа біріктірдік.
Енді біз негізгі бастапқы узорға өтеміз. Бірінші узордың бірінші қатарын тоқимыз. Енді дальше бірінші қатарда круг бойынша соединительный столбик алып шығамыз. Әр ілмектен соединительный столбик тоқимыз. Әр ілмектен тоқып шығамыз. Осылайынан қатардың соңына дейін соединительный столбикпен тоқып шығамыз. Қатты тығыз тоқуға тырыспаңыздар. Осылайынан кругпен қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңына дейін жеттік. Міне көріп отырсыздар, бізде бірінші қатардың узоры қалыптасты. Енді соңында тағы да соединительный столбик бір тез қалып қойған соединительный столбик тоқимыз. Енді біз білдіртпей осы жерді біріктіруіміз қажет. Ол үшін не істейміз? Ілмекті сәл кеңейтіп аламыз. Одан кейін бізде мына соңғы ілмектен крючокты өткіземіз. Соңғы өрімнен өрімнен өткізіп аламыз. Одан кейін крючокқа мына жіпті іліп жұмысқа шығарамыз. Жіпті шығарамыз. Жіпті сәл тартып аламыз тағы да. Енді мына алдыңғы ілмектің артқы стенкасынан, артқы қабырғасынан крючокты өткізіп, жіпті осы жерден өткіземіз. Міне көріп отырсыздар, бізде өрім қалыптасты, яғни түк білінген жоқ, біріктірген жеріміз білінбей кетті. Қалың болып шықты жұмыс, көріп отырсыздар. Енді келесі қатарда қалай тоқимыз? Келесі қатарға өтеміз. Ортасында, сәл тартайын, мына жерде көріп отырсыздар, ортасында өтіп отырған сақина бар. Міне сол жерден, ортасындағы линиядан крючокты өткіземіз. Ілмек аламыз, жіпті іліп аламыз, жұмыс бетіне шығарып. Бір көтерме ілмек бірден алып жібереміз. Енді круг бойынша біз осы қатарды столбик с накидымен тоқитын боламыз. Алдыңғы қатарда біз мына линиямен тоқитын боламыз. Себебі бізде мына алдыңғы өрім бұзылмауы керек. Накид алып, ортасындағы линиядан өткіземіз. Тура осы жерден столбик с накидом тоқимыз. Енді қараңыздар, бізде алдыңғы қатарда екі ілмектің арасында 4 ілмек болса, бізде бұл қатарда 5 ілмек болу қажет. Енді міне линиядан аламыз. Шатасып кетпеңіздер, алдыңғы өрімге тиіспейсіздер. Өрім жұмыстың бетінде әдемі узор болып тұру қажет. Бірінші тоқыған көтерме ілмек бірінші болып саналады. Міне 1, 2, 3 тоқыдық. Алдыңғы қатарда бізде 2 ілмектің арасында 4 ілмек болды. Енді осы қатарда бізде 5 ілмек болу қажет. 5 столбик с накидом болу қажет. Бірақ есте болсын, жаңағы бір жерден 2 ілмек тоқыған жеріміздің үстіне келіп қалмау қажет. Себебі бізде круг болып қалыптаспай қалады. Енді мен мына жерде 1, 2, 3,
4 столбик 1 2 3 4 столбик накидым тоқыдым. Енді мына жерге біз бірден 2 столбик накидым тоқып жібереміз. Себебі 5 тоқитын болсақ, 2 столбик накидым алдындағы 2 ілмектің үстіне келіп қалады. Сол үшін осы жерден 2 столбик накидым тоқимыз. Бірақ мына ең соңында круг бойынша тоқып келіп, ең соңында бізде тағы 1 столбик накидыммен аяқтайтын боламыз. Сол кезде біз 2 ілмектің арасында 5 столбик накидым болып шығады. Ең соңында тек 1 столбик накидыммен аяқтаймыз. Енді дальше 5 столбик накидым тоқимыз. Одан кейін қайтадан 2 столбик накидым бір жерден тоқимыз. Бір жерден енді 5 столбик накидым тоқып шығамыз. 1 біз 1 2 3 4 5 столбик накидым тоқыдық. Енді келесі ілмектен, келесі линиядан мына жерден 2 столбик накидым тоқимыз бір жерден. Яғни арасына бізде 5 столбик накидым кетеді. Себебі алдыңға қатарда бізде 4 ілмек кеткен болатын. 5 тартып аламыз жұмыстымен. Дәл осылай енді арасына қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Арасына 5 столбик накидым салып, 5 2 5 2 қылып тоқимыз. Қатардың соңына дейін. Қатардың соңына жеттік. Мына жерде 2 столбик накидым тоқыдым бір жерден. Енді естеріңізде болса, біз алдыңғы жұмыстың басында біз 4 столбик накидым болған болатын. Енді біз 5-шісін жұмыстың соңында тоқып жібереміз. Мына жерден тағы 1 столбик накидым аламыз. Сонымен бізде жұмысты біріктірген кезде 5 столбик накидым шығады. Енді біріктіреміз. Мына жерден аламыз крючокпен, жіптеліп алып, бесшовный тәсілмен біріктіретіміз. Жіпті тартамыз. Енді қатар өскен сайын қиындау болады. Жіпті біраз тартып аламыз, жұмысты өткізу үшін. Жұмысты өткіземіз жіптің арасынан. Енді жіптен тартып біріктіреміз. Қатты тартуның қажеті жоқ, себебі тығыз болып жұмыс әдемі болмай шығып қалуы мүмкін. Осылай тартсаңыздар жетеді. Енді келесі қатарға өтетін боламыз. Келесі қатарға өту үшін біз енді артқы стенкадан тоқитын боламыз. Мына жерде артқы стенкадан аламыз, жұмыс жібін іліп алып, бірден көтерме ілмек тоқып жібереміз. Енді біз әр артқы стенкадан столбик 5 накида тоқып шығамыз. Екіншісі столбик көтерме ілмек бірінші болып саналады. 1 2. Енді бізде алдыңғы қатарда арасында 5 столбик накидым болса, мына жерде 5 столбик накидым болды. Енді мына қатарда бізде 6 столбик накидым болу қажет. Бірақ есте сақтаймыз жаңағыдай, 2 столбиктің үстіне 2 столбик қатар келіп қалмау қажет. 1 2 біз үшіншісі столбик 5 накида, үшінші столбик 5 накида. Только артқы стенкадан тоқимыз, артқы. 4 столбик 5 накида. Енді біз мына жерден 2 столбик 5 накида қатар тоқып жібереміз. Жұмыстың соңында тағы 2 столбик 5 накида қылып
6 стол екпе знакидаға біріктіреміз. Мына жерден 2 стол екпе знакиді бірден аламыз, бір жерден. Все, енді дальше 6 столбик без накида тоқимыз. Одан кейін қайттан бір жерден 2 столбик без накида аламыз. 6, 2, 6 арасына 6 столбик без накида қалып, қатарының соңына дейін тоқимыз. Дөңес болып қалыптасса уайымдамаңыздар, соңында тегіс болып шығады. Қалай тегіс болатынын көрсетіп өтетін боламын. Міне қатарының соңына жеттік біз. Міне соңында бізде 2 столбик без накидадан аяқтаған болатынмын. Себебі алдында біз 4-еуден бастаған болатынбыз. Міне мына жерде бізде 2 столбик без накидадан аяқтадым. Енді жұмысты біріктіреміз. Тура бесшовный тәсілмен алдыңғы тәсіл сияқты біріктіреміз. Жұмыс жібін өткізіп аламыз. Жіпті тартамыз. Жұмысты өткізу үшін жіптен ортасынан барынша тартып аламыз. Жұмысты өткіземіз. Қайтадан жіптен тартамыз. Қатты тартпаймыз. Ато жұмыс әдем болмай қалады. Все. Енді келесі қатарға өтеміз. Келесі қатарда 2 ілмектен өткізіп, ілмек аламыз да көтерме ілмек бірден алып жібереміз. Енді тағы бір көтерме ілмек аламыз. Енді бізде әрбір ілмектен полустолбик с накидом тоқимыз. Накид алып, жерде қиын. Так. 1, 2. Ілмек аламыз. Жұмыс жібін шығарамыз. Полустолбик с накидом тоқимыз. Әр ілмектен полустолбик с накидом тоқимыз. 2 стенкадан да өткізіп отырмын. Енді қараңыздар, бізде алдыңғы қатарда арасында бізде 6 ілмектен болса, бұл жолы 7 ілмек. Бірақ мен бірден 7-еуін тоқимын. Біріншісі көтерме ілмегіміз біріншісіне салады. 2, 3, мен 4-шісін полустолбик с накидом. 5-ші полустолбик с накидом. Бұл жолы арасына 7-еуден салатын боламыз. 2, 3, 4, 5. Алты, 7. Все, 7 полустолбик с накидом алдық. 2, 3, 7 полустолбик с накидом алдық. Енді бір жерден 2 полустолбик с накидом аламыз. 2 полустолбик с накидом бір жерден аламыз. Тура осылай қатарының соңына дейін арасына 7-еу салып тоқыдық. Енді жұмысты біріктіреміз. Жіпті тартып аламыз. Мына жерден алып, жұмыс жібін өткіземіз. Жұмыс жібін тартамыз. Енді жұмысты жіптен өткізіп, қатты тартпаймыз. Сәл ғана тартып, тартсақ жеткілікті бізге. Все. Біріктірдік.
аштық. Бізге әдемі болып осылай білінбей шығу қажет. Көрінбейтіндей, білінбейтіндей болу қажет. Все, келесі қатарға өтеміз. Соңғы қатар, яғни ең соңғы әрлейміз шетін. Іліп аламыз да көтерме ілмек аламыз бірден. Енді қараңыздар, алдыңғы ілмектен мына жерде көрінбей кетті, қазір көрсетемін. Түсірген видеом жоғалып кетті. Көтерме ілмек аламыз да, алдыңғы ілмектен крючокты өткізіп, жіпті іліп аламыз, бірден шығарамыз. Қайттан көтерме ілмек аламыз, жіпті іліп алып, жұмыс жөнін бірден шығарамыз да. Қайттан көтерме ілмек аламыз, алдыңғы ілмектен өткізіп, бірден жіп ілмектен өткізіп, тағы көтерме ілмек аламыз. Осылайынан осы тәсілмен қатарын, яғни шет жағын полностью әрлеп шығамыз, толықтай. Әрлеп бітірдік біз. Арачный шаг, пинеткада қолданған болатын. Бізде қалыптасты. Енді біз білінбейтіндей әдемі қылып біріктіруіміз қажет. Енді бізге жіпті қиямыз. Соңында жіпті шығарамыз енді. Енді кіші размерлі крючокты алып, артқы стенкадан, бастапқы артқы стенкадан өткіземіз жіпті. Енді мына кері жағына бұрып, осы жіпті мына ілмектердің арасына жасырып жібереміз. Все, бізде жұмыс дайын. Енді тек тегістеу ғана қалды. Бізде сәл кішкене тегіс болмай шығады. Ол қалыпты жағдай. Енді қалай тегістейміз? Мынадай болып бізге теп-тегіс болып шығу үшін не істейміз? Бізге ол үшін үтік қажет және орамал қажет. Мынадай кез келген орамал аласыздар. Осылайынан үстінен басып, екі жағынан осылайынан үтіктеп шығасыздар. Үтіктің буына ол дымқылданады. Сол кезде осылайынан тегістеп жібересіздер, тартып. Одан кейін бір түнге үстіне тығыздап, бір ауыр заттың астына қойып қоясыздар. Таң атқанда бізде осы үлкен ковер сияқты шығады. Міне бізде көріп тұрсыздар да, менде әлі де жіп қалды, яғни әлі деп маған тағы да бір подставка тоқуға жететіндей. Все, міне көріп отырсыздар, менің размерім сәл кіші болып шықты. Енді тегістейсіздер. Ең соңында результатын көреміз. Міне, достар, менде дайын. Тегіс болды, үтіктедім. Бір түнге қалдырдық. Жұмысым тегіс болып шықты. Жұмысым ұнап жатса, лайк қойып, каналыма подписка жасаңыздар. Әлі алда әртүрлі мастер-класстар түсіретін боламын сіздерге арнап. Міне көріп отырсыздар, арачный шаг өте әдемі қалыптасады, өте әдемі узормен тоқылды. Каналыма подписка жасаңыздар. Менің мастер-классымен түсірген подставкаларыңыз болса, осында кез келген жұмыстарыңыз болса, менің инста парақшама жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.